түсіміне, тазалығына, жинақылығына және де қалыңдығы мен ұзындығына бұрыннан бері апаларымыз мән берген. Тіпті қыздың көркі шаш деседі. Сол себепті де шаштың күтімі қазіргі таңда өте маңызды рөл ойнайды. Бірінші өрімізді өру үшін шашты жақсылап тарап аламыз, шатаспау үшін. Одан кейін тең екі бөлікке бөліп өрімізді бастаймыз. Ол үшін ең кішкентай шашын алып теріс өрмен бастаймыз. Шашпау қазақ қыздарының бұрыннан келе жатқан әшекей бұйымдарының бірі. Және де шашпауды қазақ қыздары тек қана ұлттық киімдермен емес, күнделікті өмірде де таққан болатын. Шашпаудың пайдалары өте көп, және де оның ең басты пайдасы қазақ қыздарының шаштарының өсуіне пайдасы өте көп. Өретін шаш өрмеміз бұл әрбір қызға жараса береді және өте нәзік көрінеді. Оны өру үшін біз шаштың шетінен кішкене бөлігін алып өріп бастаймыз және өрген сайын біз шаш қосып отырамыз.